жылдан жылға Катонқарағайдан қалаға көшетін халық саны еселеп көбейіп келеді. Орта есеппен жылына 10% көшіп жатыр. Яғни 10 жылдан кейін Қазақстандық Алтайда 500 адам қалады. Яғни біздің туған өлкемізде адам қалмайды деген сөз. Бұл үлкен мәселе. Біз 1300 жабылған ауылдың қатарына кіргіміз келмейді. Біз осы статистиканың ішіне кірмеу үшін қолымыздан келген барлық жұмысты атқаруға дайынбыз. Айтамыз ғой, біз батырлардың ұрпағымыз, зиялы қауымның ұрпағымыз деп. Бірақ та енді батырлардың ұрпағы дейміз де, бәріміз қалаға тығылып отырып алсақ, онда біздің ауылдарымызды кім дамытады? Болашақта бітіріп келген, көздері ашық балалардың қалада тығылып отырғаны кейде мені қынжылтады.